Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін майонезсіз маринадталатын, сырты қытырлақ, ал іші өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын тауық етін дайындайтын боламыз. Алдағы бөлісетін пайдалы рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен тауық етін жақсылап жуып, тазалап аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзын, бұрышын, паприка және де түрлі шөптерді қосатын боламыз. Мен бұл маринадта базилик және орегано шөптерін пайдаландым, бірақ та сіздер өздеріңіздің қалауыңыз бойынша өзіңіз ұнататын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Одан кейін бір қасық бал және де соя соусын қосамыз. Сондай-ақ зәйтүн майын немесе кез келген күнбағыс майын қосатын боламыз. Ең соңынан сарымсақты үккіштен өткізіп қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз және де 1-2 сағатқа, аз дегенде жарты сағатқа маринадталуға қоятын боламыз. Неғұрлым ұзақ уақытқа маринадтасаңыз, соғұрлым дәмді болып шығады. Маринадталып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей осымен ерекше маринадпен жасалған тауық етіміз дайын. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.